skmuzon.com. Мен Ырай Алтынсарин әңгімелеріндегі мейірімді бала атты кітабын оқыдым. Бұл жерде Қытай жүзіндегі баймен, яғни қуаластан жұмысшы кедей туралы айтылады. Ол жердегі бай, яғни кедейді назаламыз болып, қолын кеспекші болады. Сол кезде кедейдің баласы шығып, бұл менің әкем, бұл сіздің асыраушыңыз деп, өз қолын ұсынады, міне менің қолымды шабыңыз деп, байға қолын ұсынады. Сол кезде бай оған кешіріммен рахметтілігін алып, күнәсін кешемін деп айтады.